Армысыздар, тікелей эфирде информбюро ақпараттық бағдарламасы студияда Гүмара Салих. Назарларыңызда бүгінгінің басты жаңалықтары. Қазақстан мен Қытай шекарасындағы теріс айрық заставасының 11 сарбазын қашуға итермелегеніне әлімжеттік бәлде сыртқы қақтығыстар ма? Владислав Челықтың жақтаушылары оған арнап ән шығара бастады. Әуен 15 адамның қанын мойын арқалаған күдіктінің жанына қаншалықты демеу бола алады. Келер жылы құрылысы басталмаған атом электр станциясы Қазақстан үшін қажет пе? Ортақ валюта, ортақ парламент, ортақ тіл сұнған Ресей депутаттарының көздегеніне. Қазақстан мен Қытайдың шекарасында тағы төтенше жағдай. Зайсан шекара отрядының теріс айрық заставасынан 11 сарбаз қашып кеткен. Оларға республика бойынша іздеу жарияланды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі хабарлап отыр. Сондай-ақ белгілі болғандай, қызметтік орын тастаған сарбаздар қаруларын қалдырып кеткен. Арқангергендегі қанды оқиғаның ізі суымай жатып, теріс айрық заставасынан шыққан даудың анығын әріптесім Аида Боранбай біліп көрді. Қызметкерлері сарбаздардың қашып кеткенін жөніндегі мәліметті журналистерге таратқанымен ресми жауап әлі берген жоқ. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметі шығыс аймақтық басқармасындағылар жауапты Астанадан алуымызды сұрады. Ал Зайсандағы теріс айрық заставасынан 11 сарбаз кеше таңертең күн көзі шықпай қашып кеткен. Олардың барлығы да 2011 жылдың қараша айында әскерге шақырылғандар. Қашып кеткен сарбаздар қаруларын өздерімен алмапты. Ұлттық қауіпсіздік қызметі таратқан мәліметке сай шекара заставасының басшысы аталмыш төтенше жағдай туралы бірден тиісті орындарға хабар берудің орнына қол астындағы әскерилерді өз бетінше іздеуге кірісіп кеткен. Аталмыш хабарды ол тек кешке жеткізіпті. Бүгінгі таңда шекара қызметінің қосымша күші жұмылдырылып, ішкі істер департамент, әскери прокуратура мен еліміздің Ұлттық қауіпсіздік комитеті іздестіру шараларын жүргізуде. Алдын ала жасалған болжам бойынша 11 сарбаз әскердегі өзара қақтығыстардан қашып кетуі ықтимал. Арқангергендегі қанды қырғынның ізі суымай жатып, дәл сол шығыс шекарада болып жатқан бұндай масқаралыққа тоқтау салу қажет дейді жұртшылық. Бірінен соң бір ағылған әскердегі төтенше жағдайлар ішкі тәртіптің болмауынан дейді олар. Бірлік жоқ шығар, басшылар ұйымдастыра алмаған шығар, жас балалар барғаннан кейін жөнді тәртіпті қоя алмаған шығар. Жоғары жақтан деп ойлаймын мен. Дұрыс тәрбие бермегендіктен. Мен бір екі сөзбен ғана айта аламын, сол халатный системный, все. Ал қазір келіп түскен ақпарат бойынша қашып кеткен 11 сарбаздың барлығы шекарадан 18 шақырым жердегі Тарбағатай ауданы Жаңа Талап ауылынан табылған. Қазіргі уақытта әскери прокуратура қылмыстық кодекстің 380 бабы 1 бөлімі, яғни қызметтік өкілеттілікті асыра пайдалану бабы бойынша іс қозғады. Аида Боранбай, Ернар Құсайынов, информбюро, 31 арна. Рэп жанрында ән шырқайтын қарағандылық Александр Ким шекарашы Владислав Челықты қорғау мақсатында бейнебаян шығарды. Челық қазіргі таңда 14 шекарашы мен бір қорықшыны өлтірді деп айыпталып отыр. Естеріңізге сала кетейік, мамырдың 30-ында Арқангерген шекара бекетінде 12 шекарашы мен бір қорықшының, маусымның 1-інде тағы да 2 шекарашының мәйіті табылған еді. Арада 6 күн өткенде тірі қалған жалғыз шекарашы Владислав Челых ұсталып, оған өз серіктестерін өлтірді деген айып тағылған болатын. Чулак, ты слышишь, мы с тобой вместе. Пусть кричат каналы, пусть строчат в журналах, он не убивал их. Аз ғана уақытта күллі ғаламторда шарлап үлгерген Влад Челыққа бостандық атты бейнебаянның авторы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенті Александр Кимнің айтуынша, Влад Челық, сен естімейсің, біз сенімен біргеміз деп келетін әнді ол әп-сәтте жазып шыққан. Басында бәрінен хабарсыз дедім, кейін оқиғаны зерттей келе осы әнді жазуға бел байладым дейді ол. Сондай-ақ Челықтың 15 адамның қанын мойнына арқалағанына сенбеген туыстары ресейлік бағдарламаға қатысып барлық жайтты ақтарып саламыз дегенмен бүгін бұл райларынан қайтып отыр. Ал бүгін Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы тәжен өткізу пунктінде 230 шетелдік жүк көлігі қаңтарылып тұрып қалды. Қазақстан арқылы көрші елге өтетін жүк көліктерінің бұлайша шырғалуға түсуінің басты себебі Өзбекстанға кіретін рұқсат қағаздарын алу ережелерінің өзгеруі болып отыр. Маңғыстау облысымен шектесетін шекаралық аймақта ауа райы 40 градусқа көтерілген. Соның кесірінен электр сымдарының тұйықталуынан жүк көліктері өртене бастаған. Ал кедендік бақылау комитетінің бүгінгі таратқан мәліметіне сәйкес аталмыш мәселенің күрмеуі шешілді. Бұған дейін рұқсат қағазын алу ережелерінің өзгеруін сылтау еткен Өзбекстан жағы енді өз жеріне енетін шетелдік жүк көліктерінің құжаттарын рәсімдеуді бастады.
Ал болашақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше Қазақстан, Ресей, Белоруссия елдерінің ортақ тілі, ортақ валютасы, ортақ парламенті мәселесі қоғамда дау тудырып отыр. Ресей премьері Дмитрий Медведев Думада 3 елге ортақ валюта кіргізу мәселесін сұнған соң, ресейлік депутаттар бұл ойды іліп әкеткен болатын. Алайда олар өзге елдердің мемлекеттік құндылықтары мен ұлттық намысына тиетіндей пікірге көшкен. Әсіресе қазақ зиялыларының наразылығын тудырған дүние 3 елдің тілі ортақ болуға тиіс деген мәселе. Ресей Думасының ТМД істер жөніндегі комитетінің төрағасы Леонид Слуцкий Итар-Тасс агенттігіне берген сұхбатында болашақ Евразиялық экономикалық одақтың ортақ тілі, валютасы, ортақ шекарасы, парламенті болу керек деп мәлімдеді. Бұған дейін Дмитрий Медведев те одақтың ортақ валютасы болу керек деген ұсыныс жасаған еді. Ресей депутаттарының мұндай бастама көтеруі қазақ қоғамын түрліктіріп үлгерді кешелі бері. Сарапшылар Ресейдің идеясын ресми билік қолдағанмен зардабы кейінгі ұрпаққа тиме деп алаңдайды. Ресейдің империялық мемлекетке оралу саясатын ашық айта бастағаны қорқыныш тудырады. Сондықтан билік бұл жолы сақтық танытпаса, халықтың қадірі қашады деген кеңес береді. Біздің билік ең алдымен біздің Қазақстанның, біздің халқымыздың мүддесіне шығу керек. Ресейдің бір президент айтты екен, Ресейдің депутаттары айтты екен деп, олардың соңында жүре берудің еш қисыны жоқ. Әрине, ресейлік президент, премьер, парламенті олар өз елінің мақсатын көздейді. Расул Жұмалы бұл кеңестер одағының жаңа бет-бейнеде қайта оралуы деп есептегенмен, шелдің президенті бұл одақты тек экономиканы күшейтудің амалы, Европаны жайлаған дағдарыстың алдын алудың бірден-бір жолы деп қарастырады. Ал экономистер ұлтшыл патриоттардікі құр даурықпа одақтың бізге берері мол деген ұстаным ұстанады. Сейчас насчет Евразийского союза, который... Еуразиялық экономикалық одақ тиімді шарттармен қабылданса, Қазақстанға пайда келеді деп есептеймін. Бірақ сақтық керек әрине. Біздегі ұлтшылдар тіл, дін деп тек бір жағын ғана қарастырады үнемі. Ұлт қауіпсіздігі туралы айтқанда, экономикалық қауіпсіздікті де ұмытпау керек. Одаққа кіреміз деп жүріп, Ресейдің бодандығына кіріп, тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз ба деген күдік бәрібір басым халықта. Ресейсіз өмір сүремейміз біз. Онда несіне ол жеке мемлекет, жеке дербес мемлекет болды қал. Сол орыстан құтыламай соған тәуелді бола берсек, өзімізді апарып тәуелді қылсақ. Бірақ біреуге тәуелді болуымыз керек. Ол бастамаса ғой, арты не болады сонан кейін. Өзіміздің ана тіліміз бар, өзіміздің теңгеміз бар, сол жетпей ме? Мен қосылмаймын оған. Өзіміздің теңгемізде тұру керек қой. Тәуелсіз ел болсын, тәуелсіз мемлекет. Бөлек мемлекетпіз ғой, өз тағдырымызды өзіміз шешуіміз керек. Евразиялық комиссияның өкілеттігін құру туралы шақты келісім осы жылдың қаңтарында күшіне енді. Комиссия алқасын бастапқы 4 жылда Ресейдің қазіргі өндіріс және сауда министрі Виктор Христенко басқарады. Мақсат Толықбай, Ринат Абулқайыров, Информбюро. Қазақстанның қаржы полициясы кедендік бақылау комитетінің төрағасы Серік Баймағамбетовке қатысты тергеуді аяқтады. Баймағамбетовке облыстық департамент төрағасы орынбасарларының бірін қызметке алу барысында 80 мың доллар көлемінде пара алған деген айып тағылды. Қазіргі уақытта іс айыпталушы мен оның қорғаушыларына танысу үшін берілді. Ал Көкшетау қалалық соты атышулы қаржы пирамидасына қатысты үкім шығарды. Естеріңізде болса, қазір Инвест жобасы ұйымының құрылтайшысы Бақыт Әділова мен аталған серіктестіктің директоры Маржан Мұқанова миллионерлер клубы арқылы мыңдаған адамды сан соқтырған еді. 100 мың теңгені араға ай салып 400 мың теңге етіп қайтарамыз деп айласын асырған қос келіншектің бірі 7 жылға, ал екіншісі 6 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Бақыт Әділова мен Маржан Мұқанова өздерінің жұмысқа әрекеттерін бірнеше ай көлемінде жүзеге асырып келген. Бұл ісін заңды етіп көрсеткісілген Әділова тіпті салық комитетіне жеке кәсіпкер болып тіркеліп, Көкшетаудағы Алатау сауда үйін жалға алған. Ал тиынын көбейткісі келген халық 100 мыңын 400 мың етіп алуға ойланбастан келісім беріпті. Ауылдағы ағайын астындағы атына дейін сатса, қаладағылар тәуекелге пәтерлерін тіккен. Салымшылары 3 мыңнан асып жығылған қаржы ұйымының жұмысы бір-ақ күнде тоқтады. Бірақ құқық қорғау органдарына олардың тек 2647-сі ғана шағымданған. Алаяқтардың әрекеттерінен келген шығын көлемі 603 миллион теңгені құрады. Оған 7 жыл бас бостандығынан айырылу жазасы тағайындалды. Жазасын жалпы режимдегі колонияда өтеуге тиіс. Және де өзіне жеке тиесілі заттарды тәркіленіп отыр. Алматы облысында көше атауларын бөлісе алмаған бұқар арасында тартыс басталды. Екпінді ауылдық округінің кейбір тұрғындары көше атауларына өздерінің немесе жақындарының есімін берген. Алайда бұл өзімшілікке халықтың көбі қарсы. Ал Алматы облысы тілдер басқармасының мамандары істі мүлдем басқа қырынан көретін болып шықты.
Екпінді ауылдық округінде көшелерді таратуда нағыз тартыс басталған. Кең көшелер мен қиылыстарды бөліп алған қалталы азаматтар оларды өздерінің немесе бақилық болған жақындарының атымен атауды ұйғарыпты. Бұған қарсылық танытқан көпшілік коммуналдық нысандардың халықтың қолына тиюіне наразы екендіктерін ашық айтады. Ата бабалар осы жерде жұмыс істеген баяғыда. Осы колхозды құраған кісілер болған. Біздер сол көшені берді, мына кісіге Төлеген көшесі, онан кейін Жамалтабар көшесі, ал жағы Әлібеков көшесі деген 3 көше берілген. Ақсақалдардың айтуынша үйреншікті көшетаулары алынып, орнына Төлеген, Малтабар, Әлімбеков тектері тақтайшаға қағылыпты. Ауылдың бұрынғы тұрғындарының атын ұрпақтары осылайша қайта жаңғыртпақ болған. Алайда азаматтардың айтқанын Алматы облыстық тілдер басқармасының мамандары жоққа шығарды. Қазір облыс бойынша соңғы жылдары еліміздің өңірлерінде белгілі бір объектілерді, елді мекендерді, көшелерді білім және мәдениет мекемелеріне байланысты қайта атау кезінде бірқатар олқылықтардың орын алуына байланысты қазіргі кезде ономастика жұмысына уақытша мораторий жарияланған. Екпіндідегі көше тауларын ашуланса, қарлығашықтар керісінше жаңа мектептің жоқтығына наразы. Елді мекенде бала көп болғандықтан жазушы Әнуар Әлімжановтың атындағы ескі ғимарат таршылық етеді дейді ұстаздар. Сондай-ақ тұрғындар кеңес кезеңінде құлап қалған мәдениет орталығының қайта бой көтеруінде аңсайды. Ауылда енді жаңа мектептің жаңағы кітапханасынан басқа кітапхана жоқ, дұрыс айтасыз, жаңағы клуб жоқ. Бұл ауылдағы қиындыққа қарамастан Алакөл ауданындағы Қабанбай ауылы биылғы жылдың мамыр айында 82-ге толған Әнуар Әлімжановтың 80 жылдығын енді атап өткелі отыр. Жергілікті билік бұған дейін шара ұйымдастырудың реті келмегенін айтып ақталады. Мақсат Мәліков, Әли Ахмедиева, Айдар Қажымұратов, Информбюро, Алматы облысы. Алда көретіндеріңіз. Голливудтың әйгілі кино жұлдыздары Информбюроға эксклюзивті сұхбатты қазақ тілінде берді. Еуро 2012 турнирінде бүгін топтық кезең мәресіне жетеді. Бейсенбіден бастап ширек финалдар ойнамақ. Бұдан өзге де маңыздар қызықты ақпараттар аздаған жарнамадан соң. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстандық көрермен өрмекші адаммен қайта қауышпақ. Голливудтың әйгілі әртістері басты рөлдерді сомдайтын фильмді бұл жолы көрермен көріп қана қоймай, басты батырмен оқиға ортасында бірге жүреді. Өйткені жаңа өрмекші адам фильмі 3D форматында түсіріліпті. Голливудтық қос жұлдыз Эндрю Гарфилд пен Эмма Стоунның қатысуымен үлкен экранға жол тартқан туындының тұсаукесер рәсімі Мәскеуде өткен. Әлемнің бір қатар ақпарат құралдары арнайы шақырту алған айтулы шараға Қазақстаннан біздің әріптесіміз Ирина Советшанқызы қатысып қайтты. Және тілшіміз Құрғол келмеді эксклюзивті сұхбат алып, Голливуд актерлерін қазақ тіліне үйретіп қайтты. Өрмекші адам Информбюрода. Біздің ана тілімізде өзі басты рөлін сомдайтын фильм туралы анонс айтқан актер Эндрю Гарфилд жаңа өрмекші адам фильмінің басты кейіпкері. Өзі жас болғанымен Голливудтың үздік әртіс атағын әлдеқашан жеңіп алған актердің бұл туынды әлемдік экранға тұңғыш шығу емес. Соған қарамастан жылдам қозғалатын жәндіктің қимылын өз қалпында бере алуға үйренген Эндрю дәл осы туындыны өз түскен басқа фильмдерден жоғары қояды. Өрмекшінің қимылы пластикасын үйренуім үшін бұл жәндік туралы көп мәліметтермен таныстым. Бұл мен үшін өте қызық әрі қиын болды. Бірақ басқа рөлдерімнен өзім сомдаған өрмекші адам маған жақыны, тіпті осы фильмге түсуге деген ұсынысты 25 жыл күттім десем болады. Питер Паркер өмірінің көрерменге бейтаныс тұстарын бейнелейтін туындының бұл жолғы ерекшелігі көрермен өрмекші адаммен бірге өрмелеп, ол сезінген әсерді бірге бөлісе алады. Фильм режиссері көрерменге мұндай мүмкіндікті 3D формат арқылы берген. Әрі комикс жанрына түсірілген өзге фильмдерге қарағанда мұнда шынайылық басым. Қылмыскерлердің қолына кісенді полициядан бұрын салатын Питер Паркер мен өзі қатысқан ғылыми жобаның құрбаны болған жауыз доктор Коннорстың қым-қиғаш оқиғасы ғана емес, онда шынайы адам өміріне қатысы бар жайттарға да орын бердік. Мәселен, Питер мен Гвеннің махаббатын көрген көрермен комикс көріп отырғанын ұмытады. Басты кейіпкер Питер Паркер ғашық болған сұлу қыз Гвеннің рөлін Голливудта үлкен сұранысқа ие актриса Эмма Стоун сомдайды. Әйгілі Оскар, Алтын глобус сынды үздік жүлделердің жеңімпазы атанған актрисаның мәскеулік көрермені де көп.
Қызыл кілемшеге журналистерден бұрын жеткен жанкүйерлердің жаны ұшырған дауысы бұл сөзіміздің айғағы. Актрисаның суретімен өз алақандарына қол қоюын өтінгендердің бірі жылап, енді бірі жаны ұшыра айғайласып жатты. Біздің арнаға арнайы эксклюзивті сұхбат берген Эмманың біздің елде де көрермені көп, бірақ әдемі әртіс Қазақстан секілді әдемі елге әлі ат ізін салмапты. Өкінішке орай Қазақстанда болмадым. Бұл ел туралы ақпаратымды аз. Бірақ егер сіз айтып берсеңіз, тыңдауға, танысуға әзірмін. Және егер маған сіздің елден ұсыныс түсіп жатса, арнайы барып қайтуға да қарсы емеспін. Оның үстіне мен түскен фильмді сіздің елде көрсетіп жатса, көрерменімен қауышуға қашан да әзірмін. Әйгілі Columbia Pictures ұсынған туындыны түсіру кезінде қызықта қиын сәттер көп болды дейді. Фильм режиссері, мәселен, экшн қойылымдардың бірін түсіру кезінде Нью-Йорктегі ірі дүкеннің бірі тауарымен қоса жанып кеткен. Ал өрмекші адам өрмелейтін торды құруға 4,5 километр матамен 300 перде мен жалюз материалы жұмсалыпты. Әлемнің әйгілі әртістері басты рөлдерді сомдаған бұл фильмді Ресей жұртшылығы қуана қабылдады. Ал біздің ел экранында бірінші өрмекші адам фильмі шілдеден бастап берілмек. Ал бұл жағымды жаңалықты жеткізу құқы көрерменіне тек біздің арнаға ғана берді. Ирина Савичан, Рената Булхаиров, Информбюро, 31 арна, Мәскеуден. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, футболдан Европа чемпионатында топтық кезең аяқталар сәт келді. Дәл қазір 8 ширек финалшының алтауының есімі анықталды. Өткен түні плей-офф кезеңіне Испания мен Италия құрамалары жолдама алды. Олар тиісінше Хорватия мен Ирландияны құралақан қалдырған болатын. Осы кездесулердің қорытындысымен бүгінгі матчтарға болжамды алдағы топтамадан көре аласыздар. Өткен түні С тобының төрттігі кездесулерін аяқтап турнирден тағы 2 ұжым шығып қалды. Гданьск қаласында әлем және Еуропа чемпиондары Испания құрамасы хорваттармен кездесу өткізгенді. Бұл матчта қос тарап 2-2 болмаса одан да есеппен тең ойнағанда ширек финалға бірлесе шығар еді. Бірақ мұндай сценарийді Испания құрамасы құп көрмеді. Қос тарап бір-біріне дес бермей шабуылды ойын көрсетті. Гол соғар мүмкіндіктер Хорватия құрамасында да болды. Әйтсе де олар Касильяс иелігіне допты дарыта алған жоқ. Ал испандықтар бір сәтті пайдаланып кетті. 88 минутта Хесус Навас мергендік танытып, Еуропа чемпиондарына кезекті жеңісті сыйлады. Хорваттарға жерге қарар жай жоқ. Славен Билич жігіттері білгендерінен жаңылмады. Әйтсе де аса мықты қарсыластың алдында тізе бүкті. Ал Италия құрамасы тура осы сәтте Ирландиямен бақ сынасты. Апеннин түбегінің өкілдеріне бұл ойында тек жеңіс қажет болды. Қалған қандай да бір нәтиже оларды жарыстан шығарар еді. Ал қос тур қорытындысында ұпай алмаған Ирландия жаралы жолбарыс күйін кешті. Джованни Трапатони командасы бар мүмкіндіктен айырылғанда. Әйтсе де турнирдің есігін тарс жауып кетуді олар мықтап ойда ұстады. Әдетте қорғанысты ойынды ұстанатын Сквадрадзура көпшілікті таңғалдырып шабуылды ойын көрсетті. Ал мұндайға жасыл жейдедегі жігіттер дайын болмады. Матчтың 35 минутында қарқынды шабуылда Италия Антонио Кассананың көмегімен алға кетті. 90 минут үгісер шақта Марио Балателли екінші допты соқты. Осылайша Италия құрамасы өз тобында екінші сатыға тұрақтап, испандықтардың артын ала жарысты жалғастыру құқығына ие болды. Ирландия сол күйі ұпай алмастан турнирмен қоштасты. Испания мен Италияның келесі кезеңде қарсыласы бүгін анықталады. Д тобында бірінші орын алған ұжым Италияға қарсылас атанса, екінші орын алғаны чемпиондармен жолықпақ. Бұл топта Франция құрамасын алда қиын кездесу күтіп тұр. Лоран Блан қоластындағы ойыншылар ашулы шведтермен шама байқаспақ. Қағаз жүзінде француздар фаворит, бірақ бұл еш нәрсені білдірмейді. Шведтер шолақ елдің құрамасын бұған дейін дөт алған еді. Сондықтан олар ең болмаса ұпай алып турнирмен қоштаспақшы. Қарсылас мықты, ол ешкімге жасырын емес. Бұған дейінгі матчтарда жолдары болмады. Енді бар ашуын бізден қайтарып көрмек олар. Ал біздің мақсат әрбір матчта алаңға сенімділікпен шығып тек жеңіске жету. Осы топтағы екінші матч Донецкіде өтеді. Украина құрамасы ағылшындармен жасыл алаңға шығады. Турнир қожайындар сапында бұл күні басты жұлдыз Андрей Шевченко шықпауы мүмкін. Ал британдықтар Уэйн Рунидің қызметіне иек арталады. Бұл матчта жан алысып жан берсер кездесулердің бірі болғалы тұр. Ержан Көшкімбаев, Алмас Бестенбеков, Информбюро. Әлемнің ешбір елі атом электр станциясының қауіпсіздігіне кепілдік бере алмайды. Осылай деген мамандар елімізде атом электр станциясының салуына түбегейлі қарсы. Оның үстіне 40 жыл бойы сынақ алаңына айналған Қазақстанның да радиациядан тартқан азабы шан теңіз. Бұдан хабар бар биліктегілер энергияға деген сұраныс жыл санап артып отырғанына байланысты станцияны салу идеясынан бас тартпау керек дейді. Әріптесім Жанар Жолтаева толықтырады.
Атом энергетикасы елімізді гүлдендіре ме, әлде апатқа әкеле ме? Бүгін Алматыдағы саяси шешімдер институтында өткен жиын төңірегінде осы мәселе кеңінен талқыға салынды. Мамандардың пікірінше Ресеймен бірігіп салынатын Ақтау атом электр станциясы энергетикалық тығырықтан құтқаратын жалғыз жол. Себебі техникалық дамудың өзге көздері Қазақстанда жоқ. Сондай-ақ бұл елімізді әлеуметтік экономикалық өркендетудің тиімді жолы деп санайды мамандар. Егер біздің Қазақстанымызда 2 станция құратын болсақ, қазір бұның шығарып отырған энергиясы 0, ештеңе шығармай жатырмыз. Тек қана сыртқа оран сатып отырмыз. Ал меніңше энергия табатын саланың құрылымы жаңа күрделі болу керек. Әртүрлі көздерден табу керек. Алайда бұл жобаның қаншалықты қауіпсіз екендігін ешкім қайырып айта алмауда. Эколог Мұсағали Дуанбековтің айтуынша, елімізге атом электр станциясын соқпаудың 10 себебі бар көрінеді. Ядролық қалдықтармен күресуге біз емес, әлемнің өзі қауқарсыз. Ауыр радиоактивті заттардың ыдырауына жүздеген жылдар қажет. Мұны алысқа бармай 40 жыл кесапат көрген өзімізден ақ білеміз. Сондай-ақ көршілес мемлекет тозығы жеткен реакторлар мен сапасы күмәнді техника жіберіп, Казсат тағдыры тағы қайталанбасына кім кепіл дейді олар. Біз Ресей үшін бір қалдық мемлекет сияқтымыз. Олар біресе жаңағы біздің жерімізді аренда қалып, жаңағы космос ракеталарын пайдаланбақшы, жаңағы гептилі бар, мусоры барын тастап, біресе бізге жаңағы Ресейдің жаман ескі Нивасын сатады. Біз оны аламыз да Нива шығарамыз. Мына жақта Toyota, Mercedes, Mazda шығарудың орнына біз ана жақта кәдімгі моральдық ескірген техникасын алып пайдаланып. Сол сияқты олар үйреніп қалды бізге. Енді атомный станциядан, жаңа атом сүңгір қайықтан алған реакторды бізге әкеп тығасамақшы. Сондықтан бұған біз мүлдем қарсы болу керек. Егер олар бізге бір жаңалық ашып беретін болса, ол өте жоғарғы технологиялы дүние болу керек. Ал академик Асқар Жұмаділдаев іргесін Ресей құятын станцияның тетігін кім басқармақ деп отыр. Себебі бұл саланың мамандарын тек Ресей ғана дайындайтын көрінеді. Соңғы 20 жылда ешқандай атом электр станциясын салмаған Ресейге неліктен жалтақтауымыз керек? АЭС саласында тәжірибесі мол Германия мен Франция елдеріне неге жүгінбеске дейді ол. Ол біздің атом өнеркәсібін басқарып отырған азаматтың баласы Россия атомына қарсы тірлік қылып отыр. Бұл маған сол әкесі мен баласының арасындағы келісім сияқты көбірек ой жетелейді. Ал бұл істің басы-қасында жүрген мамандар болса, елімізде қауіпсіздік сапа мен мамандар даярлығын бақылайтын арнайы агенті құрылып, қажетті құрылғылардың барлығын халықаралық стандарттарға сай болуын солар қадағаламақ деп сендіруде. Жанар Жолтаева, Ринат Абулхаиров, Нұрзат Кәрім, Информбюро 21 арна. Информбюроның сейсенбідегі шығарылымы осымен тәмамалды. Жарнама және ауа райы мәліметі. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.